Нурислам YouTube каналы ұсынады. Үзілген моншақ телехикаясы. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Тоқта, мен оны тапқан сияқтымын. 6-шы бөлім. Мальхотра мырза. Амансыз ба Мальхотра дәрігер? Кунал балам, бәрі өте жақсы, өзің қалайсың? Бұл жерден қашуым керек. Не істесем болады? Бұл жерде тығылып тұрғанша, ең жақсы бөлмеме барайын. Нандини қай жерге кеткен өзі? Нандини, мен сені таба алмай жүрмін. Неге бұл жерде тығылып тұрсың? Мен бір нәрсемді таппай жүрмін. Соны іздеп жүрмін. Нені іздеп жүрсің? Молли, бар жағдайды саған қалайша айтамын. Нандини, жүр. Қонақтар сені сұрап жатыр. Бұл менің құрбым Нандини. Нандини Раджип Такур ханым. Сіз Нандинимен таныссыз ба? Мальхотра мырза, оны қай жерден танисыз сіз? Бұл әйелді танымайтын, еркек болмайтын шығар. Түсінбедім, Мальхотра мырза. Не дейсіз? Кунал дәрігер, мен сіздерді мұндай әйелдермен таныссыздар деп ойламаппын. Бұл әйелді мен танимын. Тәнін саудалап жүретін әйел ғой. Қонақ үйде ол менің бөлмеме келген, тәнін сату үшін. Кунал мырза, мұндай әйел қалайша сіздердің достарыңыз болады? Аузыңызға қарап сөйлеңіз, Мальхотра мырза. Сіз менің құрбым жайлы сөйлеп тұрсыз. Ал енді, мына жерден қараңды батыр. Сені көрмейтін болайын, жоғал. Бұл әйелді мен танимын. Ол тәнін саудалап жүретін әйел. Нандини, тоқта. Қай жерге бара жатырсың? Ол өз денесін сату үшін менің бөлмеме кірген болатын.
Кунал, маған жақындама. Маған істеген жақсылықтарың үшін рахмет. Раджип дұрыс айтыпты. Мен бақытсыз адаммын. Және ешқашан бақытты бола алмаймын. Я, Раджип, сен өлсең қуанатын шығар. Бірақ сен өлсең, Моллидің халі не болады? Соны бір ойла. Қателікке жол берме, Нандини. Артыңа қайт. Қолыңды бер маған. Сол кезде Нандинидің аяғы тайып кетеді. Ол құлайым деп жатқан кезде Кунал оны құтқарып қалады. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.